мағауис Торсанұлы. Енді бірінші нақтылау сұрақтардан бастайық. Сіздің баяндамаңызды тыңдап, мынау жайлы мектеп туралы 2 мектеп 600 балаға орын туралы айтып кеттіңіз. ИКИ-ге қанша қаражат бөлінді және самұрық қазына контрактісінің арқылы келісімшарт негізінде қандай компания қанша сомаға құны бар мектепті біреуі тұрғызып бітірді, өткізді, екінші тұрғызып жатыр. Сол туралы нақты айтып кетсеңіз, өйткені ол баяндамада жаңа сіздің презентацияда көрсетілмеген еді. Жақсы, рахмет. Жаңа жайлы мектептерді алып жатырмыз. Енді сол нацпроектпен 2 мектеп салынып жатыр. Бір мектеп Орман шағын микрорайонында. Айттым жаңағыда, ол мектепке қаражаты тапсырдық. Ол мектеп инженерлік коммуникациялар соны сұрасыз ғой, иә? Екеуінде сұрады. ИКИ-дің бұл устройство орманын қала арқылы өткізді. Неге ол сандарды нелерді цифрлап берген, постоянно сол неге жиналыстары болып тұрмын ғой. Сол қаланың бұл устройствомен жолын 197 миллион берілді қала бюджетке. ИКИ самұрық контрактінің 780 миллион теңге. Жолын қаланың бюджеттен берді 190 миллион теңге ИКИ-ға. ИКИ сол устройствомен мектептің ішіне кіреді, мектептің ішіне кіріп жатыр, сол просто ИКИ-ні бекер етеді ғой. Жолмен подъездный пути ол қаланың бюджетіне қаражаттары. Мектептің құны қанша? Бір мектептің құны 4 миллиард, орманның 4 миллиард 500 миллион. Жаңағы сіз 2 мектептің екеуін айтып кеттіңіз ғой? Жоқ, біреу. Ал екіншісінікі? Екіншісі қазір салынып жатыр. Қазір екінші Береке шағын ауданында мердігері Кондратов Сергей Александрович деген кісі бар. Ол сол Петропавл қаласында тұратын мердігері. Онда бағасы, онда саны сондай. Шағын не ғой, жайлы мектеп сол 600 оқушыларға. Ол икілерді әлі өткізген жоқ, тек қана теплоны беріп, суды берді, бірақ оны келесі жыл көктемде тапсыруға тиісті сол. Енді екінші нақтылау сұрағым